Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Нанака каналындағы Лейла. Бүгін біз түбір астындағы сандарды тез табуды үйренеміз, және ол үшін бізге калькулятордың керегі де жоқ. Ең бірінші, сіздер көбейту кестесін ол үшін жақсы білулеріңіз керек. Және де көбейту кестесімен қоса, сіздер әрбір санның квадратын жатқа білулеріңіз керек. Ол 1-ден 10-ға дейінгі квадратты білсеңіз болды. Енді біз бұны былай жазып қойдық. Енді былай қарастырайық. 1-дің квадраты 1-ге бітеді, 2-дің квадраты 4-ге, 3-дің квадраты 9-ға, 4-дің квадраты 6-ға бітеді, 5-дің квадраты 5-ге бітеді. Енді солайда қайтадан 6, 9, 4, 1 деп қайталанып жатыр мына сандар. Қайталанбайтын сан 0 мен 5 қана. Ал бұның ішіндегі жоқ сандар 2, 3, 7, 8. Яғни сіздерге түбір астын табатын кезде осындай 2 мен 3 мен 7 мен 8-ге бітетін сан берілсе, бұл сандардың түбір астысы бүтін болмайды деген сөз. Енді мысалдарға келейік. Сізге 3364-тің түбір астысын тапсын деп беріліпті делік. Сізге ең бірінші не істеу керек? Ең бірінші қандай санмен аяқталды, соны қараңыз. 4-ке бітті. Енді мына жақ кестеге келеміз. 4-ке бітетін қай сандар? 2-нің квадраты 4-ке бітеді, және 8-дің квадраты 4-ке бітеді. Яғни 2 мен 8-ге бітеді деген сөз бұл сан. 2 немесе 8-ге бітеді. Мына жердегі санды қалай табам? Ол үшін алдыңғы 2 санды қарайым. Бұл мыңдықтар үшін алдыңғы 2 санды қарайым. 33 саны бір нәрсенің квадраты 33-тен кішкене кішірек болу керек. Яғни, енді қараймыз. 5-тің квадраты 25, бұл 33-тен кіші, ал 6-ның квадраты 36 асып кетеді. Яғни мен 5-ті аламын. Өйткені 5-тің квадраты мына жерде 25, ал 6-ны қойып қойсам, онда мына жерге де ол келіспей кетуші еді. Мұнда 3601 бәле болып кетуші еді. Енді шешу керек, 52 ма, әлде 58-ге біте ма? Оны былай істейміз. Ең ортаңғы сан 55. 55-тің квадратын табу оңай. Ол үшін біз 5-тен кейінгі сан 6 ғой. 5-ке 6-ны көбейтеміз 30, артына 25-ті тіркеп жазамыз. Бұл туралы видео біз түсірген болатынбыз. Сондықтан да көре салсаңыздар да болады. Енді 55-тің квадраты 3025. Бұл 3364-тен кіші. Яғни, енді мен 55-тің квадратын есептеп көрдім. Ол мұнадан кіші, жетпейді. 2 одан да жетпейді деген сөз. Яғни, бізге тек қана 8 керек. Сонда 58-дің квадраты 3364, немесе 3364-тің түбір астысы 58-ге тең. Тағы да қарастырайық. Мысалы, екінші мысал. 9409. Осының түбір астысы нешеге тең? Бұл сан 9-ға бітеді екен. 9-ға бітетін не? 3-тің квадраты 9-ға бітеді, және 7-нің квадраты 9-ға бітеді. 3 пен 7, е? 3, ал мына жерде 7. Мына жердегі санды табу керек. Мына жерде 94 екен. Енді бұл жерде қараймыз. 94 қай сандардың аралығында жатыр? Әрине, бұл 9 мен 10-ның квадраттарының аралығында. 94 міне мына жерде. Сол үшін мен 9-ды жазам. Өйткені 10-ды жазып қойсам 100 болып кетеді, өте үлкен сан болып кетеді. 9. Енді шешу керек. 93 па, 97 ме? Ол үшін мен 95-ті аламын. 95-тің квадраты. 9-ға келесі сан 10 ғой. Көбейтемін. 9-ға 10-ды көбейтсем, 90. Енді 5-тің квадратын 25 деп жаза салам. Сонда 9025. Итак, енді 9025-ті салыстырамыз 9409-бен. Өте кішкентай сан. Яғни 3-ті берсем, жетпей қалады. Мұна санға 5-ті берсек те жетпей қалды. 7-ні берем деген сөз. Сонда 97. 97-нің квадраты 9409-ды береді. 9409. Тағы да мысал қарастырайық. Мысалы 7921. Не істейміз? Ең бірінші қайтадан соңғы санына қараймыз. Ол 1-ге бітіп тұр. Мұна жақта 1-ге бітетін қай санның квадраттары? 1-дің квадраты 1-ге бітеді, және де 9-дің квадраты 1-ге бітеді екен. 1 дейм, 9 дейм. Мына жерге 1 сан керек. Ол үшін мен мұна 79-ға қараймын. 79 қай санның квадраттарын арасында жатыр? Ал 9-дан берге болмайды, өйткені 81, 8-ден кейін міне 64 мен 81-дің арасында жатыр, е, 79 деген сан. Сол үшін мен 8-ді алам. Ал енді шешу керек, 81 ма, әлде 89 ба? Ол үшін мен оңай жол 85-тің квадратын тауып көрейін бірінші.
85-тің квадраты. 8-ге 9-ды көбейтеміз. 72, 25. Яғни, мына жердегі 5-ті берсем, мына кәдімгі берілген саннан кішкентай болып тұр. Яғни, бір оған жетіспейді деген сөз. 89 оның жауабы болады. Өйткені 9-дан беретін болсам, мына саннан асып кетеді. Мынандай мысалды қарастырайық. Түбірасты 4225. Бұл сан 5-ке аяқталып тұр. 5-ке бізге қай сан аяқталады? 25-тің квадраты 25, міне 5-ке аяқталады екен. 5-ке аяқталады. Ал алдындағы 42-ні қарастырайық. 42 қай санның квадраттардың арасында жатыр? 6 мен 7, 7 үлкен болып кетеді, яғни 6-дан берем. Сонда 65. Сізге 3 таңбалы сан берілсе, мысалы 576. Бұнда қайтеміз? Бұл жерде біз жәнегідей 6 санын, артқы санын қараймыз. Бұл 6-ға не бітеді? 6 мен 4 бітеді. 4-тің квадраты және 6-ның квадраты 6-ға бітеді. Мына жердегі санды табу керек. Енді біз мұна 2 санды алмаймыз, тек бірінші санды аламыз. Өйткені мұнда 3-ақ сан ғана ғой. Енді 5 қай сандардың аралығында? 2 мен 3-тің аралығы, яғни 2-ні берем. Өйткені 3-ті берсем, өте үлкен сан беріліп кетеді. Болып кетеді. 24 па, әлде 26 ма? Ол үшін 25-тің квадратын тауып алуымыз керек. 2-ке 3-ті көбейтем 6, артына 25-ті қоям. 625 өте үлкен болып кетті. Сондықтан мен 6-ны ала алмаймын, өйткені 25-тің өзінде сан үлкен болып кетті. Сол үшін 24-ті аламыз. 24-тің квадраты 576. Болды. Рахмет көргендеріңізге.